Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге ерекше торттың рецептісімен бөлісемін. Сәбізді торт деп аталады, немесе морковный торт. Өте дәмді, жасап көрсеңіздер болады. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ең алдымен біз жуылған таза сәбізді үккіштің ең майда көзінен өткіземіз. Жұмыртқаға қант саламыз, кішкене тұз саламыз, жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Аппақ болып бізде массамыз көпіреді және 2 есе болып ұлғаяды. Енді осының үстіне күнбағыс майымызды құямыз. Грек жаңғағын қосамыз. Және сәбізімізді қосып, енді миксердің көмегінсіз осындай лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде сәбізді өте майда үккіштен өткізесіздер. Мен кішкене ірі үккіштен өткізіп қойдым. Сол себептен араластырғанда кішкене қиындық тудыртады. Сол себептен өте майдасынан өткізесіздер. Енді осы ұнды 3-ке бөліп ситадан өткіземіз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Ыдыстарыңыз үлкендеу болу керек, араластырғанда оңай болу үшін. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз 170 градусқа. Енді осындай кольцоға саламыз. Шеттерін осылай фольганың көмегімен жақсылап жабыстырып шығамыз, біздің тестамыз сыртына ағып кетпес үшін. Тестамызды құйып, қызып тұрған 170 градустағы пешке 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Піскен-піспегенін ортасына шпажканың көмегімен тексеріп аламыз. Біздің шпажкамыз құрғақ болуы керек. Біздің тортымыз пісіп шықты достар. Пісіп болғаннан кейін жақсылап суытасыздар, шамамен 1 сағаттан аса уақытқа. Жақсылап суып болғаннан кейін барып, корждарыңызды осылай 2-ге бөлесіздер. Енді кремін дайындаймыз. Бізге керегі творожный сыр, кілегей, осыны жақсылап миксермен араластырамыз. Үстіне шекерімізді салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинаймыз. Кремімізді жағып осылай. Негізінде достар, бұл тортты 3-ке бөлсеңіздер болады. Бірақ мен 2-ге бөлдім, себебі тортты толықтай суытып алған жоқпын. Неге? Себебі толық суымаған торт дұрыс кесілмейді. Сол себептен мен ортасынан 2-ге бөле салдым. Сол себептен сіздер 3-ке бөлсеңіздер болады, бірақ толық суытып алу қажет. Және сәбізді ең майда үккіштен өткізулеріңіз қажет. Себебі ірі үккіштен өткізетін болсаңыздар, сіздердің торттарыңыз дұрыс кесілмейді. Және жеген кезде сәбіздері сондай ұзын болып, ірі болып тұрады. Сол себептен өте ұсағынан өткізесіздер. Біз тортымызға осындай кремдерді жағып шықтық. Мен әрлеуіне осындай құлпынайды таңдадым. Балғын құлпынайды осылай бірнеше бөліктерге бөліп, осылай әсемдейміз. Кез келген жеміспен әрлесеңіздер болады, өздеріңізге ұнайтын.
Мен тортымның ішіндегі кремі біркелкі болу үшін осындай қайтадан кольцоны сыртынан кигізіп қойдым. Енді кемінде тоңазытқышта 3-4 сағат тұру керек. Міне біздің тортымыз дайын болды, достар. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақбота.